Сәлем оқушылар, қалдарың қалай, сабақтарың қалай? Математика қиын болып жатыр ма? Уайымдамаңдар. Мен сіздерге көмектесемін. Бүгін біз рационал сандарды оп-оңай қосуды және азайтуды үйренеміз. Балалар, ұмытпаңыздар, аптаның әр дүйсенбі күні 6 сыныптың бір тақырыбын түсіндіріп отыратын боламын, және сол тақырыпқа байланысты кітаптағы есептерді де шығарамыз. Сондықтан каналды жоғалтып алмас үшін бізге тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Жалпы сандар екі түрлі болады. Оң сандар және теріс сандар. Олардың координаталық түзуде қалай орналасатынын көрейік. Алдымен координаталық түзу сызамыз. Координаталық түзудің ортасында 0 деген сан тұрады. 0 санының оң жағында бізде оң сандар орналасады. 1, 2, 3, 4 шексіз кете береді. Ал 0 санының сол жағында бізде теріс сандар орналасады. -1, -2, -3 деген сияқты минус шексіздікке дейін кете береді. Қараңыздар, 0-дің оң жағында оң сандар орналасады. Сол жағында теріс сандар орналасады. Ал 0 санының өзі бізде оң санға да, теріс санға да жатпайды екен. Енді осы рационал сандарды салыстырып көрейік. Оң сандар мен теріс сандарды салыстырайық. Балалар, есімізде сақтайық. Әрқашан координаталық түзудегі оң жақтағы сан үлкен болып саналады. Мысалы, -3 пен 2-ні салыстыратын болсақ, 2 оң жақта тұр. Сондықтан да 2 үлкен болады. Немесе -4, -1 болса, қайсысы оң жақта тұр? Дұрыс айтасыңдар. -1 оң жақта тұрады, сондықтан -1 үлкен. Немесе -10 және 0 болса, қайсысы оң жақта тұр? 0 оң жақта тұрады. Демек, 0 үлкен. Балалар, енді оң сандар мен теріс сандарды қосуды үйренеміз. Мысалы, -5 қосылған 13. Мінеки теріс сан мен оң санды қосып тұрмыз. Бұл есепті қалай шығарамыз? Алдымен таңбасын анықтап алуымыз керек. 5-тің таңбасы минус, 13-тің таңбасы плюс. Бізде қайсы сан үлкен? 5 үлкен бе, 13 үлкен бе? Әрине, 13 үлкен, ал 13-тің таңбасы бізде плюс. Сондықтан бұл жерде плюс сан қойылады. Енді үлкен саннан кіші санды аламыз. 13-тен 5-ті аламыз жақшада. Сонда бізде 13-тен 5-ті алсақ 8 шығады. Плюс 8. Немесе жай ғана 8 деп те жазуға болады, білесіздер оң санды. Екінші мысал, -12 қосылған 7 болсын. Алдымен таңбасын анықтаймыз. Бізде 12 үлкен ба, 7 үлкен ба? Дұрыс, 12 үлкен, ал 12-нің таңбасы бізде минус, демек минус қоямыз. Жақшаның ішінде үлкен саннан кіші санды аламыз. 12 алынған 7 тең. Алдындағы минусты қойып қоямыз, ал жақшаның ішінен бізде 5 шығады екен. Мінеки. Тағы бір мысал шығарайық. Бұл кішкене өзгеше, қараңыздар, алдымен бізде оң сан тұр. Азайтылған 20 болсын. Алдымен таңбасын анықтаймыз. 20-ның таңбасы минус, 13-тің таңбасы плюс. Кейде оң санның таңбасы плюсы жазылмайды. Сондықтан бізде 13 үлкен ба, 20 үлкен ба? 20 үлкен. Демек 20-ның таңбасы минус болғандықтан минус қоямыз. Жақшаның ішінде үлкен саннан кіші санды аламыз. 20 алынған 13. Тең минус таңбасын қойып қоямыз, ал жақшаның ішінен бізден 7 шығады. Демек, балалар, оң сан мен теріс санды қосқан кезде үлкен санның таңбасы қойылады, үлкен саннан кіші сан алынады. Есте сақтап алыңыздар. Осымен біз қосуды үйреніп алдық. Ал енді оң сан мен теріс санды азайтуды үйренейік. Мысалы, -8 алынған 18. Екеуінің де таңбасы минус болып тұр. Ондай кезде міндетті түрде минус таңбасы шығады, ал екі санды қосамыз. Минусын жазып қояйық. Жақшадан бізден 26 шығады екен. Тағы бір мысал. -5, -9 болсын. Екеуі де минус,
міндетті түрде минус таңбасы шығады, ал 2 сан жақшада қосылады. Минус таңбасын шығарамыз, 5-ке 9-ды қоссақ, 14. Оң және теріс сандарды қосқан кезде 2 таңба қатар келіп қалатын жағдайлар болады. Ондай кезде не істейміз? Мысалы, 5 қосылған минус 3 болсын. Қарасаңыздар, 2 таңба қатар тұр. Ондай кезде не істейміз? Егер плюс пен минус қатар тұрып қалса, осы жерге біз минусты қойып жазамыз. Тең 2 шығады. Енді қараңыздар, 2 минус қатар келіп қалса, қалай шығарамыз? Осы жерге минус пен минус қатар келсе, плюс қойылады. Мінекей, осы ережені сақтап алайық, балалар. Балалар, бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Түсінбеген жерлерің болса, комментарийге жазып қалдырыңдар. Ал келесі видеоларда біз осы тақырыпқа байланысты кітапта берілген есептерді шығарамыз. Қайнекей, келесі видеоға өтейік.